бойдақ боп жүру, шамаңыз жетіп тұрып бойдақ боп жүру күнә. Біліп аңыз, шамаңыз жетіп бойдақ боп жүру күнә. Ғалымдарда талас бар, әрине. Бойдақ болып өткен ғалымдар да бар. Бірақ олар өздеріне мен Алланың алдында жауап бере алам деп үлкен нәрсені айтқан. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне орай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кім үйленуге күші жетсе үйленсін деген сөзі бар. Бұл фарыз бұйрық емес, бірақ пайғамбарымыз сүннет. Тағы бір сөзі бар пайғамбарымыздың: неке менің сүннетім, кім менің сүннетімнен теріс бұрылса менен емес деген сөзі бар. Құрметті бауырлар, үйленуге қаражатыңыз, денсаулығыңыз бар ма, үйленбей жүру күнә болады. Оған әрекет қылу керек. Бірақ әрекетті қалай жасаймыз? Соцсеттен, әлеуметтік желіден, немесе әр жерден емес, ата-ананы, үлкендерді қосу арқылы әрекет жасаңыз.